Жапония императорларының бірі өз заманының ең атақты дзен ұстазына сәлем беруге барады. Император ұстаздың ғибадатханасына кірсе, әлгі мастер дзен шәкірттерімен жерге домаланып, қарқылдап күліп жатыр екен. Медитация жасап отырған ұлы ұстазымды көремін деп барған император бұл көрініске алғашында таң қалады. Артынан бұл ұят, жапон мәдениеті мен әдебін бұзу, не масқара деп ашу шақырады. Шыдай алмай әлгі ұстазға, мұныңыз өте сорақы көрініс екен, сен сияқты атақты ұстазға жараспайды, шәкірттермен жынды адам сияқты жерде домаланып күлу деген не тірлік, сендерге тәрбие жетіспейді, көңілім қалды, келгеніме өкініп тұрмын деп қаһарланады. Ұстаз императорға қараса, арқасында бір садақ пен жебе салынған қорамсақ асынып алған. Сосын, ұлы мәртебелім, мына арқаңыздағы садақты үнемі керіп, тартып жүресіз бе, әлде ара-тұра босатып қоясыз ба деп сұрайды. Садақты үнемі керіп ұстасаң, оның жібі созылып кетеді. Салбырап босап қалған садақ шірене тартуға жарамай қалады. Оқ та ұзаққа ұшпайды. Сондықтан қажет болмаса беталды кере берген жөн емес дейді император. Ұстаз, міне, менің жасап жатқаным да тура осы. Адам да сол, садақ сияқты үнемі керіліп, тартыла берсе, біраз уақыттан соң ауруға ұшырайды. Өмірге тым байсалды қарасаң, көретін күнің осы. Сәті келсе қуаныңыз, күліңіз, ойнаңыз, жерге домалаңыз, жүгіріңіз, әткеншекке мініңіз. Тым байсалды адамдардан да өмір кейде кек алып жатады. Сондықтан амалы болса ішіңіздегі балақайды өлтірмеңіз. Дүниені сіз ғана құтқаратындай шабаланбаңыз. Өйткені сіз болмасаңыз да бұл өмір жалғасады деген екен.